Тұсаукесер қазақ халқының ерте замандардан жетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт-дәстүр, әдет-ғұрып, таным, наным, ырым-тыйымдары өзара тығыз байланыста, көркем өрнек тауып өріліп жатады. Олардың қай-қайсы болсын философиялық ойдың тамыры тереңде жатқан мән-мағынаның заманалар көшінде жинақталған халық тәжірибесінің ерекшелеген негізгі түйіні егі мен нәрі деуімізге болады. Сондай ұлағатты мол бала өміріне арналған салттың бірі тұсаукесер деп аталады. Баланың бауырынан табақ алу рәсімнен кейінгі кезеңдерде үйдегі ересектер сәбиді демей ұстап, қаз-қаз деп еңсесін көтеріп, аяғын тік басып, буынын бекітуге көмектесіп үйрете бастайды. Баланың қолтығының астынан жұмсақ орамалды өткізіп, орамалдың екі ұшын жота тұсынан біріктіріп ұстап алға қарай жүруге бейімдейді. Бұрын қазақ ауылында қоларба дейтін үш дөңгелекті сүйреп жүруге ыңғайлап жасалған арнайы құрал болған. Сол қоларба арқылы да баланың аяқ басуын жеңілдеткен. Көбінесе сәбидің қолынан ұстай тәй-тәй деп қысқа қайырылатын сөз ырғағымен жетілген. Мұнда мән бар. Баланың бір басып, екі басып тағы аттауға жүрексініп қалатын аяқ алысына тәй-тәй деп кесіп-кесіп айтылатын ырғақ баланың қадам басуын жеңілдетеді. Әуен ырғағына ілесіп жүруге жаттығады. Осылай біршама дайындықтардан өтіп, бала өздігінен аяғын апыл-тапыл басуға дағдыланған кезде тұсауын кеседі. Тұсаукесер салты бір ауылдың кішігірім тойы, қуанышы саналады. Арнайы дастархан жайылады. Кәрі жас бала демей қонақтар жиналады. Тұсаукесердің әр өңірде аздаған өзгешелігі болғанмен, негізгі мән-мағынасы, мақсаты бірдей. Жер-ананың үстіндегі туған топырағында бала аяғын нық басып жүріп кетсін деп атқарылатын бұл игі салт қазаққа ортақ. Тұсаукесердің бұрыннан келе жатқан әрі ел ішіне көп тараған түрі ала жіппен кесу. Ақ жіп пен қара жіпті айқастыра, кесек алмастыра отырып еседі. Мұның көбінесе кісінің ала жібін аттамасын, қиянат жасамасын деп осылай ала жіп таңдалады дейтін түсінік бар. Бұл біршақты жеңіл ұғым. Ала жіптің мән бұдан гөрі тереңде жатыр. Ақ пен қара түсі өмір тіршіліктің нышаны, тұспалды бейнесі. Бір құдай жалғыз қалғанның бәрі қос-қостан, мысалы күн мен түн, көп пен аз, бек пен аласа, жақсылық пен жамандық, аштық пен тоқтық осылай жалғаса береді. Жаратылыста қарма-қарсылықсыз тіршілік жоқ. Бірінсіз бірі болмайды, үнемі жұптасып жүреді. Өмірдің осындай ала-құла, ой шұқырлы кездері адамның тағдырында кездесіп отырады. Сондықтан жақсылық болып, басына бақ қонғанда асып-тасып асылық жасамасын, қиындықта жасып басылмасын, өмірдің күнгейі мен көлеңкесінен тең өтсін деп баланың аяғына тұсалған ала жіпті пышақтап шорт кеседі. Қазір барлық жерде тұсауды қайшымен кесіп жүр. Бұл дұрыс емес, өйткені бір-біріне кереғар, қарама-қарсы қайшының жүзі секілді баланың алдағы өмірі қайшыланып, кедергілер көп болмасын деп қазақ қайшымен кесуді жөн көрмейді. Бұл да жай емес, тіршілік тәжірибесінен алынған. Бұрындары ел арасында тұсауды іші сырты майлы болсын, бай болсын деп қойдың тоқ ішегімен туған жерінде тамыр тартып қаулап өсіп өнсін деп көк шөппен де кесетін ырым болған. Ниеті таза, тілегі игі, шын көңілден шыққан ырым, алайда жаппай сипат алып барлық жерге таралмаған, әрі ала жіпке қосымша ретінде қолданылған. Қазақ халқы тұсауды кез келген кескізбеген.
жүрісі сылбыр жайбасарға, дімкәс аурушан адамға, қимыл қозғалысы ауырлап қалған қарт кісіге, жолы әлі ашылмаған деп үйленбеген жігітке, тұрмысқа шықпаған қызға тұсау кескізбеген екен. Қай кезден бастап үрдіс алғанын білмеймін. Қашан көрсең жасы үлкен әжелер тұсау кесіп жатады. Оны телеарналар жиі жарнамалап жариялайды. Теледидар көрсеткеннің бәрін шындық пен ақиқатқа балайтын қарапайым жандар тұсауды жас келген адамға кеседі екен деп қабылдап, ары қарай жалғастырып әдетке айналдырып жіберген болу керек. Сөз жоқ, көпті көрген талай немере шөбере сүйген ұлағатты әжелер батасын беріп ала жіпті баланың аяғына байлайды. Ал тұсауды қыз бала болса жүрісі ширақ істеген ісін тиянақты тындыратын қағілез ақжарқын мінезді келіншекке ұл баланың тұсауын жақсы ат ел аузында жүрген, қолға алған, шаруасын нәтижелі атқаратын, еті тірі еңбекқор азаматқа кескізеді. Бұл жерде қалау ата-ананың ықтиярында. Көңілі түскен адамын оның қадір қасиетіне қарай таңдап тұсау кескізеді. Қайсы біреулер тұсауды жас балаға кескізеді дегенді айтып тіпті жазып та жүр. Бұл да жөн емес. Жеткіншек балалар тұсаукесерге қатысады. Олардың да атқаратын маңызды міндеті бар. Балалардың тұсаукесердің алдында жарысып жібереді. Олар қайта айналып келіп қалғанда тұсау кесіледі. Ендігіп келген балалардың алдыңғы озып келген екеуі тұсауы кесілген бүлдіршіннің алақандарына түйістіріп, уысын толтыра қолынан мықтап ұстап, дедектетіп жетелей жөнеледі. Сонда жүріп келген балалардың екпіні, қан қызуы, қуат жігері сәбиге алақан арқылы беріліп, бала тез жүріп кетеді екен. Шынымен солай болады. Өйткені жасөспірім балалардың да таза да табиғи энергиясы қадамын жана басқан балаға дариды. Ал қажыр қайраты қайтқан ілби басатын кейуаналар тұсау кескенде бала қалай тез жүріп кетеді деп ойлайсыз? Қартан тартқан адамда от азаймақ, от азайса әр істің бәрі тайғақ деген екен Абай ата. Сөйтіп тұсауы кесілген баланы жасөспірімдер кезектесіп біраз жүргізеді. Оларға тәтті үлестіріп, тарту тарағылар беріп, қуанышқа ортақтастырады. Шашу шашылып, тұсаукесер жыры айтылады. Айтушысына қарай оның түрлері де көп болған. Солардың көнеден жеткен бір үлгісі мынандай: қаз балам, қадам бассам мәз болам, құрмеуінді шештік біз, тұсауынды кестік біз. Қаз балам, тақымды жаз балам, басқанына қарайық, қадамынды санайық. Қаз балам, жүре ғой, балтырынды түре ғой, құлынтай боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Қаз балам, құтты болсын қадамын, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Қаз балам, деп ойнақы да көңілді әуенге салып, құнарлы тілек тілейді.